303 есеп жай көбейткіштерге жүктеліп, жазылған сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңдар дейді. Так, А және Б берілген. Мына жерде ең көбін аламыз, ең кіші ортақ еселікте 2-ның үшеуі бар, мұнда біреуі бар дейді. Онда 2-ның үшеуін аламыз. Так, 3-тің біреуі бар екен, онда біреуін аламыз. 5-тің біреуі екеуі бар, екеуін аламыз. Так, 2-ның 3 дәрежесі бізде 8. Так, 5-тің квадраты 25. 25-ті 8-ге өтетін болсақ 200 болады. 200-ді 3-ге өтетін болсақ 600 болады. Ең кіші ортақ еселігі 600. Так, мына жерде 2-ның 4 дәрежесі, мында 2 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесін аламыз. 3-тің квадраты, 3-тің квадраты. 3-тің квадратын аламыз, екеуінде бірдей екен. Және 5-ті аламыз. Мынада бар, мынада жоқ болса да аламыз. Так, 2-ның 4 дәрежесі бізде 16. 3-тің квадраты 9. 16-ны біз 5-ке өйтетін болсақ 80 болады. 80-ді 9-ға өйтетін болсақ 720 болады. Келесі үшіншісі Е және F-тің ең кіші ортақ еселігі. 2-ның 3 дәрежесі, 2-ның 2 дәрежесі, 2-ның 3 дәрежесін аламыз. 3-тің квадратын аламыз. Және 7 екеуінде де бар, біреуін аламыз. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. 3-тің квадраты 9-ға тең. Және 7 көбейтілген. Так, 8, 9-мыз бізде 81 болады. 81-ді 7-ге өйтетін болсақ, бізде 567 болады. Так, келесі төртіншісі. М және N-ның ең кіші ортақ еселігі. 2-ның квадраты, мұнда жоқ. Бірақ 2-ның квадратын аламыз, жоқ болса да. Так, 3-тің 3 дәрежесі, 3-тің 3 дәрежесі, 3-тің 3 дәрежесін аламыз. Сосын 5 мұнда бар, мұнда жоқ, сонда да аламыз. 2-ның квадраты 4-ге тең. Так, 3-тің 3 дәрежесі 27-ге тең. Және 5. 4-ті 5-ге өйтсек бізде 20. 20-ны 27-ге өйтсек бізде 540. 540 болады. Так, келесі 5-шісі. 2-ның 1 дәрежесі, мұнда 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесін аламыз. 3-тің квадратын аламыз. Және 11-ді аламыз. 2-ның 3 дәрежесі бізде 8. 3-тің квадраты 9. Және 11. Так, 8-ді 11-ге өтсек 88. 19-ға өтетін болсақ 8 қойды, 72. 72 7-ні қосатын болсақ 79. 792 болады. Так, келесі 6-шісі. Так, 2-ның 4 дәрежесін аламыз, үлкенін. Так, 3-тің 1 дәрежесі екеуінде де. Так, сосын 5-тің квадратын аламыз. 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең, 5-тің квадраты 25-ге тең. Және 3 бар, 25-ті 3-ке өйтсек 75, 75-ті 16-ға өйтеміз. Мың 200. Так, 16, 25. 1200 тұрсын. 304 есеп. Біріншісінде 69 саны ең кіші ортақ еселік болатын өзара жай сандарды жазыңдар дейді. Яғни, ең кіші ортақ еселігі 69 болатын. Осы 69 санын көбейткіштері жіктеп көрейік. Сонда бізде жай сандар шығады. 69 бізде 3-ке бөлінеді. 23. 23-ке бөлінеді. 1 шығады. Сонда 3 пен 23-тің көбейтіндісі бізде 69-ға тең. Яғни 3-те 23-те бізде өзара жай сандар жалпы. Сол олардың жаңағы өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі 69 алып тұр. Сонда ең кіші ортақ еселік 3-ке және 23-ке бізде 69 болады екен. 3 және 23 сандары. Келесі екіншісінде бізде 85 саны дейді. 85 саны ең кіші ортақ еселігі болатын сандар. 85 бізде 5-ке бөлінеді. Так, 1, 17. 17-ге бөлінеді 1. Сонда 85 бізде 5 пен 17-дің көбейтіндісі. Сонда ең кіші ортақ еселік 5 пен 17-ге бізде 85 болады екен. 5 пен
5 және 17 санының ең кіші ортаға серігі 85. 305 есеп. Сәуле мен Зарина қатар жүріп келеді. Сәуленің қадамы 70 см, ал Заринаның қадамы 50 см. Қандай ең қысқа қашықтықта олардың қадамдары қатарласады дейді. Яғни Зарина бір қадам басқанда 70 см, ал Сәуленікі бізде 50 см дейді. Екеуі осылай жүріп келе жатқанда қандай қашықтықта, ең қысқа қашықтықта, олардың қадамдары қатарласады дейді. Яғни мысал ретінде көрсетем. Мысалға Сәуленікі мысалға 70 см, 70 см, ал Заринаныкі 50 см, 50 см. Екеуі бірақ қатар жүріп кетеді. Сосын тағы да ол 70 см жүреді. Тағы да мынау бізде 70 см жүреді, мына жер 20, мына жақта 30 болады. Сонда мына жерде примерно 50 жүреді. Сондай осылай жүріп келе жатқанда екеуі қандай қысқа қашықтықта бізде қатарласа алады дейді. Ол үшін біз бұлардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Яғни 70 пен 50-дің. 70-ті 2-ге бөлеміз, бізде 35 болады. 5-ге бөлеміз 7 болады. 7-ні 7-ге бөлеміз 1 болады. Және 50-дің көрсеткіштері жүктейміз 2 болады. 25, 25-ті 5-ге бөлеміз 5, 5, 1 болады. Ең кіші ортақ еселігін табамыз 70 пен 50-дің. Так, 2-ның біреуін аламыз, екеуінде де біреуден, себебі 5-дің екеуін аламыз және 7-ні аламыз. Барлығын аламыз, біреуінде бар, біреуінде жоқ болса да, бірақ ең көбін аламыз, Так, 2-ні 5-ге өтсек 10, 10-ды 5-ге өтсек 50, 50-ді 7-ге өтетін болсақ 350. 350. Сонда ең 350 сантиметрде олар жаңа қатарласады. 350 сантиметрді біз метрге айналдыратын болсақ, 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда 350 сантиметр дегеніміз 3 метр 50 сантиметр деген сөз немесе. Так, сонда жауабы екеуі қатарласады 350 сантиметрде. Немесе 3 метр 50 сантиметр десеңіздер де қате болмайды. 306 есепте квадрат пішінді бөлменің әрбір қабырғасы тұсына 2 үстелден қойып, 6 үстелді қалай орналастыруға болады дейді. Так, мынадай квадрат пішінді бөлмені сызып алдық, әрбір қабырғасының тұсына 2 үстелден келу керек дейді. Так, мына жерге біз 1 үстел қойық. Және мына қабырғасына 1 үстел қойық. Ол бізде мына қабырғаға да, мына қабырғаға да ортақ болады. Так, енді мына қабырғаға біреуін қоямыз, Сонда ол мына екеуіне ортақ болады. Мынау мынаған және мынаған ортақ болады, бір сөзбен айтқанда. Так, сосын біз мына жерге біреуін орналастырамыз, ал мына тап бұрышына мына тағы біреуін орналастырамыз. Сосын мына жерге біреуін орналастырсақ жеткілікті. Қарайық, сонда 2 үстелді дәл бұрышына орналастыру арқылы квадрат пішінді бөлменің әрбір қабырғасында 2 үстел тұратындай 6 үстелді орналастырдық. Мына қабырғасында 2 үстел, мына қабырғасында 2 үстел, мына қабырғасында тағы да 2 үстел, мына қабырғасында тағы да 2 үстел. Барлығы 6 үстел орналасады екен.